Қайырлы күн. Жұмысшы мамандықтар жылына орай түсірілетін арнайы репортажымыздың бүгін кезекті саны. Бүгін біз қаламыздағы шағын наубайхана Аманкүл наубайханасының иесі Ардан Олжанұлымен сұхбат жүргізетін боламыз. Аға, жалпы осы наубайхана ашу идеясы, осы наубайхана ашу жобасы сізге қалай келді? Сіз қалай бастадыңыз ең алдымен бұл жұмысты? Бұны баста ол енді тоқыраудың кезде, сол кездері магазиндер нан болмаған кезде үйден пісіруді бастады. Үйде газдың, ол кезде бұндай пештер жоқ, газ плитаның астына пісіріп жүрдік. Күніне алтынан сият қалыппен. Сөйтіп алтыннан 15-нан 20-нанға дейін үйде пісіріп жүрдік. Сөйтіп жүрген кезде Жамбылда ағам бар еді. Сол Жамбылдан бір өзбек әкеліп нан пісіруді үйретті маған. Көбірек қалай пісіреді. Сол адам енді жасыратым жоқ, ол кезде енді ер адамдар жұмыс істемейтін еді, өзіміз қамыр илеп, қамыр лақтырып, содан үйрендік. Сол совет берді негізінде. Содан кейін осы жерден жер сатып алдық, бір үйдің көне үйін бұзып, осы жерге шағын қылып салдық. Өйткені үлкен қылып салатын ол кезде жүре ма, жұмыс жүрмей ма деп сондай қалада болғасын өзі шамалы қорқынышта болды. Сол шағын наубайхана қылып салдық. Сол 2018 жылы 1 сентябрьде ашылды. Сол ашылған жылдар енді қиындау болды, жұмысшы тұрақтамады. Жұмысшы қиындау болды жұмысшыға. Сонымен өзіміз де пісіріп жүрдік, келіншегім екеуміз пісіретін болдық. Сонымен қазір осы жылы жұмысшыларымыз тұрақталып, биыл 1 сентябрьде 7 жыл болды. Міне жасыратын ештеңесі жоқ. 5 жылдан кейін жұмысымыз енді алға басып, әйтеуір Құдайға шүкір. Халықты нанмен қамтамасыз етіп отырық. Ағынан шығарамыз, қарыннан шығарамыз. Қазіргі таңда қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыздар? Наубайханада қанша жұмысшы жұмыс жасайды? Бізде қазір наубайханада 5 жұмысшымыз бар. Үшеуі жұмыспен қамту орталығынан келіп отыр. Екеуі шопыр, үшеуі нан пісіретін бізде жұмысшы бар. Қазір енді түнгі смен бар. Енді 2 адамымыз түнгі сменде, 2 адам ол кетіп қалды. Енді қазір 2 адам жүр күндізгі сменде. Аға, бұл наубайхана байқауымша үзіліссіз жұмыс жасайтын сияқты. Жұмыс уақыты сіздерде нешеде басталады? Біздерде енді жұмысшылар 2 ауысымда жұмыс істейді. Түнгі ауысым бар, сосын күндізгі ауысым бар. Енді біздікі шағын наубайхана болғаннан кейін түнгі сменде енді нан молырақ болған. Түнгі сменге 2 жұмысшы жұмыс істейді. Кешкі сағат 3-те келеді. Сол таңғы сағат 1-2-лерде жұмыстың бітуіне қарай қайтады. Содан кейін ол жұмыс қайтып баратқан кезде күндізгі ауысымға сол қызы звондайды. Күндізгі смен сол 2-лерде келеді. Сол 7-8-ге дейін осындай уақытта нанды пісіріп болатын кезде күндізгі сменде қайтады. Аға, бір күнде қанша нан пісіресіздер? Біздерге түнгі ауысымда біздерде сменде 2 адам болғаннан кейін түнімен бізде 700 нандай шығады. 700 нандай шығады. Ол түнгі сменде ақ нанымыз бар, сосын қара нанымыз бар. Короче, 2 сорт нан шығарылады. Сол түнімен пісіріп шығаратын қыздар 700 нан шығады. Бір күнде 700 нан шығады? Жоқ, ол түнгі сменде. Түнгі ауысымда 700 нан шығады. Ал күндізгі ауысымға келген кезде, күндізгі ауысымда где-то енді магазиндердің заказ беруіне қарай кейде 250, кейде 300, сонда күніне почти 1000 нандай шығады. 900-1000 нан күніне шығады. Аға, қазіргі таңда сіздерде тек қана нан өнімдері, ұнның басқа да ұннан жасалатын өнімдер шығару ойыңызда бар ма? Болашақта негізінде біз шағын болғаннан кейін помещениеміз кішкентейлеу, бірақ қазір шығарып жатқан ақ нан мен қара нан шығарылып жатыр. Болашақта енді булочка мен батон шығарамыз ба деген ойымызда бар. Біздерге оның енді шикізат негізінде основной Ақтөбеден келеді. Ақтөбеден сол элеваторға заказ береміз де, сол КамАЗ жолдаймыз ғой. Кейде КамАЗдың өзі келеді, кейде КамАЗ с прицепом келеді. 10 тонна, 20 тоннаға дейін ұн алдырамыз. Сосын ол шикізатты осы үлкен складымыз бар, складқа келіп түсіреміз. Осы жерден сол складтан іште жұмысшыларымыз бар. Сол жұмысшы апарып, оны основной цехқа апарып түсіреді. Сол жерден
нан пісіріле бастайды. Негізінде келіп пісіретін үлкен складымыз осы. Кетеді, ішіне бір вагондай ұн кетеді негізінде. Сол негізінде біздер жаңа ұнда бұзылып кетпесін деп, айына 2 рет 10 тонна, 20 тоннадан свежий ұн алдырып тұрамыз. Сосын сол ұнмен пісіреміз. Мына жерде главный цех нан пісіретіндер, сояқтан жаңа жұмысшымыз бар, жұмысшымыз ұнды осы жаққа алып келіп мына жерге қояды, күніне неше қап екенін. Сосын ол ұнды әкеліп қойғаннан кейін, сағат 2-де жұмысшыларымыз келгеннен кейін, осы жерде ұннан мынау нан илейтін тестамесіміз, қамыр илейтін, осыған әкеліп әуелі ұннан апар қояды. Өйткені нанды дрожжбен етсе, нан бұзылып кетеді, ортасы суланып кетеді. Сол үшін біздер аламыз да апар қоямыз нанға. Сол апар қойылып осы жерден қамыр иленіп, қамыр иленгеннен кейін мына жақта қалыпқа салынады, қалыпқа салынғаннан кейін расстойкаға салынады. Сол расстойкаде көтеріп болғаннан кейін уже пешке түсіп, ал сол пештен шыққаннан уже неге барып жиналады. Осының өзі 2 қабанды илейді ғой мына тестамесіміз. Бізде енді нанның пісу уақыты 45 минут негізінде. Мына қамыр иленіп, қалыпқа салынғаннан кейін пешке салынады, пешке салынғаннан кейін нан бөлініп қалмау үшін, көтеріліп тұру үшін аузы 10 минут ашық тұру керек. Өйткені салқын ауамен мұздай ауада нан көтеріліп тұрады. Сосын 10 минуттан кейін тұрғаннан кейін пештің аузы жабылады. Пештің аузы жабылғаннан кейін 35 минутта нан уже пісіп шығады, дайындалып, нан пісіп шыққаннан кейін шығарып столға қояды, столдан апарып, ана нан жинайтын жерге, ана бөлмеге апарып. Нан шыққаннан кейін нанды осындай ағаш полкеге жинаймыз. Темір полкеге жиналса, негізінде нан суланып кетеді, ысылай шыққаннан. Сол үшін ағаш полкеде болады. Ағаш полкенің бетіне картон төсеп қоямыз. Бұл енді өйткені нан майланып шыққаннан кейін майын тартып алады. Нан уже магазинге барғанда майланбай дұрыстап бару үшін қалып майланады. Қалыптың майын картон тартып алады. Жетісіне 1 рет или кейде 2 рет қатты майланып кетіп жатса, картонын ауыстырып тұрамыз. Нан таситын 2 жұмысшымыз бар. Солар келіп нанды алады да дүкенге доставка жасауға кетеді. Мына коробкеде, картон коробкеде тұрған нан былай нетуге де жақсы, ыңғайлы. Сосын 5-10 тасымайды, сразу коробкеге 28 нан кетеді, 28. Бұрын ағаш лакпен тасайтын, одан қазір баяғыда үлкен майша жоқ, кішкентай майшамен таратылатын болғасын бізге ыңғайлысы осындай картон коробкеде апарылып магазинге тапсырылады.